Батыс Қазақстан облысында кәсіпкерлер палатасы құрылды. Жаңа ұйым кәсіпкерлер мүддесін қорғаумен қатар, өңір бизнесінің дамуына ықпал етуі тиіс. Мәселен, мемлекеттік сатып алу үрдісіне қатысудағы әділдік, соның ішінде мұнай игеруші компанияларындағы қазақстандық үлесті арттыру, сертификаттау мен кадрларды аттестациялауға жәрдемдесу палаталарға жүктелетін басым міндеттер қатарында, дейді палатаның облыстағы өкілдігін басқару міндетіне кіріскен Айнагүл Ақашаева. Қаржыны тиімсіз жұмсау, бизнесті заңсыз тексеру, өндірістің толық қуатын өз деңгейінде пайдаланбау секілді кемшіліктерді түзету қажет. Міне палата бірінші кезекте осы олқылықтардың орнын толтыруға атсалысуы тиіс. Сол айтқан сынға елбасының сол кері байланыс жоқ. Көп кәсіпкерлер немесе қарапайым халықтың көп мәселелеріне көңіл бөлмей жатқан туралы айтып жатыр. Бюджеттен көп ақша бөлінеді, сол ақшаның қайда кетіп жатыр, сол ақшаның нәтижесі қайда деген көптеген сауалдар, сол ақшаны бақылау керек. Бұның бәріне де ұлттық палата өзінің үлесін қосады. Сол мақсатпен де елбасы қолдап осындай заңды қабылдап отырмыз.